Сәлем көрермен. Арнамдағы ең алғашқы видеомда сөз өнерін бағалайтын, қадір қасиетін ұғына білетін, халқымыз жайлы зерттеуші ғалымдар мен атақты адамдардың айтқан пікірлерімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Қазақ халқының ұлылығы мен тілін дәріптейтін арнама сіздердің қолдауларыңыз аса қажет. Қазақтар өздерінің кім екенін білсе, әлемді жаулап алады. Қазақтың әні Москваны басып кетті ғой. Қазақтың қандай талантты ел екенін білгің келсе, қыз жібегін көр. Күләш Байсейітова, артық кемі жоқ, бұлбұл. Қазақ халқының мәдениетінің, рухының қаймағы бұзылған жоқ. Тегі сол тек, ол көк бөрі. Қанша дауыл соқсын, үскірік аяз шалсын, қиындықтарды жеңіп, даламен де, қаламен де, жалпы әлеммен бірге үндестікте келе жатыр. Бұл көкжалдық емей немене? Түркі халықтарының ішіндегі ең суретшіл, образды тіл қазақ тілі. Қазақтар өзінің шешендігімен, әсем ауыз әдебиетімен де даңқты. Олар, қазақтар, бие сүтін ақ шарап тәрізді ішеді. Кемюс деп атайды. Өте дәмді. Қарулары садақ, семсер және шоқпар. Садақ атудың нағыз шебері. Қажет болса айшылық жолға азықсыз шығады. Қажет болса қару-жарағымен түнді ат үстінде өткізуге бар. Қиындық пен мұқтаждыққа кімнен де болса төзімді. Қазақтар басқа азиаттық халықтарға қарағанда бейне бір бала мінезділігімен ерекшеленеді. Олармен өте жақын танысқаннан кейін қазақтарды құрметтемеуге, жақсы көрмеуге ешқандай шараң қалмайды. Орта Азияда тұратын барлық адамдар, қазақтар басқа тайпалардан жоғары тұр. Бүкіл Европалық Ресейдің көлемінде жерді Еділ жағалауы мен Тарым алабына дейін, Амударияның аяғынан Ертіске дейінгі өңірді алып жатқан қазақ ұлтын бөгде әсерлерге ұшырамаған ең таза түрік нәсіліне жатқызуға болады. Олар жақыннан қыз алыспайтын экзогамистерге жатады. Қазақ сияқты ән мен жырды қастерлейтін халықты табу қиын. Кең жазирада жүйткіп жүретін бұл халық бір ауылға келгенін әнімен білдіреді. Қуаныш қайғысының бәрі әнмен өрледі. Әншілерін өте жоғары бағалайды. Ерлерден әйелдерді қалыспайды. Қазақ сияқты ән мен жырды қастерлейтін халықты табу қиын. Кең жазирада жүйткіп жүретін бұл халық бір ауылға келгенін әнімен білдіреді. Қуаныш қайғысының бәрі әнмен өрледі. Әншілерін өте жоғары бағалайды. Ерлерден әйелдерді қалыспайды.